Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Сымбат Асқарқызы. Мен сіздерге бүгіннен бастап CapCut приложениясын нөлден бастап видео жасауды үйрететін боламын. CapCut приложениясы. Яғни біз неден бастаймыз? Ең бірінші біз видеоны түсіргеннен кейін видеоның артық жерлерін, яғни керек емес, түсіп қалған, айтылып қалған сөздерді, керек емес түсіп қалған жерлерін қиып тастауды үйренеміз. Және сонымен қоса видеоға музыка қоюды, және ол музыканы қайдан қалай алатынын бәрін сіздерге үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта сізге көптеген қызықты мағлұматтар беретін боламын. Осы именно CapCut приложениясымен көп нәрселер жасауға болады. Стористер болсын, қызықты видеолар, видео монтаждау, видео шақырулар деген сияқты әртүрлі қазіргі біздің заман талабына сай керек нәрселерді үйрене аласыздар. Кеттік достар, міне мынау CapCut приложениясы. Бұл жерге кіргенде новый проект дегенді басамыз. Видеоға қойып жоғары жағында қарасаңыздар, видео, фото деп тұр. Фотоға өтсеңіздер, фотоларға шығады, видеоға видео. Яғни біз қазіргі кезде сіздермен видеоны қалай қиямыз, музыка қоямыз, соны үйренеміз. Мен сіздерге мынау айтқан сөзімді қалай монтаждадым, яғни артық жерлерін қалай алып тастадым, соны сіздерге көрсететін боламын. Сымбат Асқарқызы. Мен таңдап алдық. Енді қараңыздар, бұл видеода менде мына жерде мынандай момент болды. Деп ойланып қалдым, я? Енді қараңыздар, сол жерде былай қиып алып тастаймыз. Мына ұзын ақ сызықшаға қарайсыздар, көбінесе осымен белгілеп аласыздар. Артық керек емес жерін бас жағынан белгілеп аласыздар. Мінеке қойдық. И астында осы видеоның үстінен бетіп қолыңызбен түртіп қалсаңыз, осылай белгіленеді. Астында функциялар шығады, разделить дегенді басасыз. Және де қажет емес жер аяқталған сәттен бастап қайтадан сол разделитті басасыздар да екі ортасын мынаны қолыңызбен жылжытқанда, қолыңызбен түртіп қалған кезде мынау ақпен белгіленеді. Яғни осы артық жерін астында удалить дегенді бассаңыз өшіріп тастайды, мінекей. Үйрететін боламын CapCut приложениясы. Яғни біз неден бастаймыз? Ең бірінші. Көрдіңіздер ме, мынау артық сөз жоқ, жалғанып кетті. Осылай керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Енді достар, бұл құры жай ғана сөйлеп отқан қызықсыз, сондықтан да әрдайым фонда музыка тұрған интереснее болып келеді, сондықтан да оны қалай қоямыз, қараңыздар. Төмен жағында звук деп шығып тұр, соны басасыздар. Бұл жерде сіздерге звуки, эффекты, извлечено, запись деп тұр. Запись деген яғни өзіңіздің дауысыңызды записқа қойып басып үстінен сөйлей аласыз, видеоның үстінен. Ал егер де мынау папканы алатын болсаңыз, яғни файлды таңдайтын болсаңыз, извлечено деп тұр, я? Бұл жерде сіз өзіңізде бар видеолардың ішінен музыкасын таңдай аласыз. Мысалға, мына жерде Наурыз мерекесіне құттықтау келді. Айналайын мен. Бұл осылай түседі міне. Бірақ өкінішке орай бұл музыка бізге келмеді, сондықтан бұны үстін басып удалить деп өшіріп тастаймыз. Енді эффекты деп тұр. Эффекты дегеніміз бұл жерде әртүрлі звуктарды береді. Қол шапалақтау, айғайлау, шулау деген сияқты. Мысалға басып көрсетейін. Яғни бізге бұлар қажет емес, но бірақ сіздер алдағы уақытта қандай да бір видеолар жасап атсаңыздар, мылтықтың атылғаны керек болса, жүректің соққаны, қолын шапалақтағаны, адамдардың шулағаны деген сияқты керек болса, осы жерден өздеріңіз таңдап ала аласыздар. Ары қарай кеттік. Енді қараңыздар, звуки деген бар, соны бассаңыздар, бұл приложениенің өзінің ішіндегі звуктарды көрсететін болады. Мынау бөлімдердің кез келгеніне кіріп, қалаған музыкаңызды таңдай аласыз. Мысалға, тыңдап көресіз. Мынау келетін сияқты. Плюсті басасыз. Үстінде тұрған плюсті басасыз. Мынау бізде музыкамыз қазір біздің таяқшамыз қай жерде тұр, сол жерге келіп түсіп отыр. Сондықтан да біз мынаның үстін басып тұрып, жылжыта аламыз ары бері. Яғни мына звуктың, музыканың түскен жерінен саусағымызбен басып тұрып, ары бері жылжытып, басына қарай әкеліп аламыз. Енді қараңыздар міне. Сәлем баршаңызға.
Енді бұл жерде бір айта кететіні өте қатты мән беріңіздер. Сіздің қойған музыкаңыз сіздің дауысыңыздан қатты шықпау керек. Яғни сіздің дауысыңыз естіліп тұру керек. Сол үшін бұл звукқа, яғни дыбысқа қолыңызбен қойып белгілеп аласыз. Содан кейін астында громкость деген бар. Громкостьті басып, бұның дауысын басамыз. Ең төменірекке қойсақ жеткілікті. Міне 5, 4, даже 3 де нормально. Сәлем баршаңызға. Және де астында птичканы қоясыз. Енді біздің дауысымыз анығырақ, қаттырақ шығу үшін видеоның үстінен басып қаласыз. Қолдарыңызбен түртіп қаласыздар. Содан кейін тоже громкость дегенді мына жерде тауып алып, мына жерден жоғарылатып қойсыздар сәл. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге сымбат асхат. Птичканы басып белгілейсіздер. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздерде музыка да бар, даусыңызда естіліп тұр. Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге сымбат асхатқызы. Осылай музыкасын қоя аласыздар. Егер қараңыздар, музыка қойдыңыздар, сіздің видеоңыздан кейде жетпей қалып жатады. Бұндай жағдайда не істейміз? Яғни мына музыканың үстінен басып тұрып, астында функцияларға қарайсыздар, копировать деген тауып аласыздар. Яғни мынау музыка копировать етіліп мына жерге қойылды жанына. Енді бұл музыка біздің видеомыздан асып кететін жағдай болады. Бұндай жағдайда не істейсіздер? Тағы да жоғарыда айтып кеткендей, мына видеоңыз біткен жерден келіп, мынау ақ ұзын сызықшаны сол жерге әкеп қоясыздар да. Астындағы функцияларды ары бері жылжытсаңыздар, разделить дегенді тауып алып басасыздар. Мынаны өздеріңіз түсініп отырғандай удалить деп өшіріп тастайсыздар. Сонда міне музыкамыз дәл біздің видеомыз біткен жермен аяқталады. Енді тағы бір момент. Видео жасағанда соңында осы приложениенің өзінің белгісі шығып тұрады. Бірақ бұны оп-оңай алып тастауға болады. Яғни мынаның видеоның үстінен бассақ, видеоның үсті белгіленеді ғой, сол сияқты мына жердегі белгінің үсті де былай белгіленеді. Осы белгіленген жерді біз астында удалить деп өшіріп тастай аламыз, достар. Енді қараңыздар, видеомыз дайын болды делік, музыкасын қойдық, артық жерлерін кесіп тастадық, белгіні алып тастадық. Достар, енді бәрін жасап болғаннан кейін жоғары жақта стрелка тұр, иә? Осы стрелканы басып загрузить деп экспорт дейді, яғни экспортировать деп бұны сақтап аламыз. Өте оп-оңай, көріп отқандарыңыздай қиып, артық жерлерін кесіп алып тастап, музыкасын қойып, громкостьтарын настроить етіп, приложениенің жаңағы өзінің названиесінде оңай алып тастауға болады, өзіңізге сақтап аласыздар да, қажет жерлеріңізге жібере бере аласыздар. Міне готово деген жазу тұр, соны басасыздар, болды. Бұл видео сіздердің өздеріңіздің галереяларыңызға түсетін болады.